Қазіргі уақытта Жағалау оқу полигон базасында Десанттық-шабуылдау әскерлерінің оқу орталығы құрылуда. Мұнда БТР-80 және қазақстандық Арлан сауатты дөңгелекті машинасының жүргізушілерін, инженерлік бөлімшелердің, ұшқышсыз авиациялық жүйелердің, радиоэлектрондық барлаудың, РЭП, РХБ қорғаудың әскери қызметшілерін даярлау жоспарлануда. Қорғаныс министрі оқу орталығының құрылыс жұмыстарын барысымен танысты. Десанттық-шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы министрге жеке құрамды оқыту кезінде ұшқышсыз авиациялық жүйелердің бөлімшелерін пайдаланатын трансшеден дронды басушы және байланыс желгісі секілді ең жаңа жабдықтарды ұсынды.